Қайырлы күн, құрметті қанымдар. Мен сұлу арнасына қош келдіңіздер. Бұл арнадан сіздер үй жағдайында күнделікті өз-өзіне күтім жасау туралы пайдалы кеңестер ала аласыздар. Әйел адамның жаста сұлу көрінуі әрине әдетте өз-өзіне жасайтын күтіміне байланысты. Осы орайда сұлулық символы атанып, күні бүгінгі 90 жасқа келгенше сіз әдемілігі мен сымбаттылығын сақтап қалған Софи Лореннің мына сөздерін сіздерге мотивация ретінде беруді жөн көрдім. Сұлу болғыңыз келсе, ең алдымен еріншектіктен арылыңыз. Сұлулық кімнен де болса ерінбей еңбектенуді талап етеді деген екен. Сондықтан қыздар ерінбей күтім жасап, мейлінше қолда бар өнімдермен үй жағдайында маскалар мен ем-домдар жасап үйренеміз. Ол үшін ең алдымен беттеріміздің қай типке жататынын анықтап аламыз. Анықтау үшін қағаз сулықты, яғни салфетканы алып, таза құрғақ бетімізге қоямыз. Армысыздар сұлу ханымдар. Бүгінгі әңгіме қалыпты тері күтімі жөнінде болады. Қалыпты тері мың адамның біреуінде ғана кездесетін жағдай. Мұндай тері құрғақтық, майлы жылтыр және бөртпелер шығу деген проблемаларды білмейді. Әрқашан таза көрінеді. Тері тесіктері білінбейді. Дегенмен де қалыпты теріге де жақсы күтім керек. Мұндай тері күтіміндегі ең бастысы терінің құрғауына жол бермеу және тері тесіктерін бітеліп қалуынан сақтану. Қалыпты терін тазалауда жұмсақ көбік, мусс және майлылығы басым гидрофилді майлар мен сүтшелер қолданыңыз. Ал теріге тонус беру үшін сапалы тоник пайдаланыңыз. Қалыпты теріге де күніне 2 рет ылғалдандыру қажет. Таңертең және кешке ылғалдандыратын крем жағыңыз. Түнгі кремді аптасына 2-3 рет ылғалдандыратын маскалармен ауыстыруға болады. Теріні қорғау ең бастысы, сондықтан сыртқа шығарда міндетті түрде қорғанысы бар кремдер жағыңыз. Ал қосымша күтім ретінде скрабтар мен сарысуларды және үй жағдайындағы маскаларды ұсынамыз. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, қолдап отырыңыздар. Кәдімгі қалуадан маска жасаймыз. 2 ас қасық қалуаны 2 ас қасық сумен жақсылап араластырамыз. 20 минут бет терісіне жағып қоямыз. Қалуа терінің терең қабатына еніп, ылғалдандырады, нәрлендіреді, жасушаларды қалпына келтіреді. Масканы жасамас бұрын қыздар аллергияға әуелі тексеріп аламыз. Келесі маска бізде ашытқыдан жасалатын маска. 20 грамм ашытқы мен 2 ас қасық сүт керек. Сүтті сәл қыздырып аламыз да үстіне ашытқыны қосып араластырамыз. Қаймақ тәріздес болуы керек. Таза бетке жағып 15 минуттан соң жылы сумен жуып тастап, артынан нәрлендіретін крем жағамыз. Бұл маска майдың дұрыс бөлінуін қамтамасыз етеді. Теріге серпімділік береді, әжімдерді тартып жасартады. Келесі маска бізде грейпфрут маскасы. Грейпфруттың 2 бөлігін езіп, бір сарыуызбен араластырып, 15 минутке жағып қоямыз. Содан соң жылы сумен жуамыз. Қалыпты теріге келесі маскада жақсы нәтиже береді. Бір сарыуыз, 100 грамм қаймақ, жарты ас қасық өсімдік майы, 1 ас қасық бал, барлығын біртіндеп қосып араластырамыз. Содан соң жарты шай қасық лимон сөлін қосамыз. 15-20 минутқа жағып қоямыз да жылы сумен жуамыз. Келесі алма маскасы. Жарты алманы үккіштен өткізіп, 1 ас қасық бал мен 2 таблетка аскорбин қышқылын қосып араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, 15-20 минуттан соң жуамыз. Қалайсыздар сұлу ханымдар? Бүгін уәде еткендей аралас тері күтімі жөніндегі видеомызды ұсынамыз. Аралас теріге ерекше күтім қажет. Мұндай тері иелеріне сабынды мүлде қолдануға және ыстық сумен жуынуға болмайды. Бетті тазалау үшін жұмсақ тазалау құралдарын қолданыңыз. Олар өлі жасушалар мен артық май бөлінділерін алады, бірақ теріні құрғатпайды. Мицеллярлық судың орнына гидрофилді майды қолданыңыз. Бетті тазалауда аралас теріге арналған көбік не гельдерді қолдануыңыз керек. Аралас тері өте сезімтал келеді, сондықтан күтім жасау құралдар жиынтығын ауыстыра беруге болмайды. Қышқыл, ретинол сияқты белсенді қоспалары бар құралдарды араластырып жаға бермеңіз. Спиртті мүлде жолатпаңыз. Маңдай, мұрын үсті және иек тұстары майлы, ал екі жақ бет ұштары қалыпты не құрғақ болып келетіндіктен әртүрлі крем пайдалану ұсынылады. Әдетте бір крем бетіңіздің барлық тұсына сай келіп тұрса, жаға беріңіз, бірақ ол өте майлы болмауы керек. Аралас тері үшін ең дұрысы мультимаска жасау, яғни беттің әр аймағына әртүрлі маска жағылады. Күңгірттік беретін, яғни матовас беретін тазалайтын масканы
Т аймаққа, ал екі жақ бетке ылғалдандыратын және дәрілендіретін маскаларды жағамыз. Енді осындай маскалардың бірнеше түрін қарастырайық. Бірінші, сүт қосылған саз маскасы. Бір ас қасық сазға 3,5 майлылығы бар бір ас қасық сүтті біртіндеп құйып, қоймалжың болғанша араластырамыз. Таза бет терісіне ерін мен көз айналасынан қашықтау етіп 15 минутқа жағып қоямыз. Уақыт өткен соң жуып, тоникпен сүртеміз. Ылғалдандыратын крем жағамыз. Бұл маска тері тесіктерін тазалап, бет терісін тегістейді. Алайда құрамында саз болғандықтан, бұл масканы Т аймаққа жаққан дұрыс. Келесі маска бал қосылған активтендірілген көмір маскасы. 3 таблетка активтендірілген көмірді ұнтақтап, бір ас қасық бал мен бір шай қасық лимон сөлін қосып араластырамыз. Көзбен ерін айналасынан алшақтау етіп 10-15 минутқа жағып қоямыз. Бөлме температурасында сумен жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Бұл маска қара нүктелерді тазартып, теріге өң береді. Келесі көк шайдан жасалатын масканы қарастырайық. Бір ас қасық көк шайды ұнтақтап алып, бір шай қасық минералды суды тамшылатып құйып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, 15-20 минут өткен соң жуып, тоникпен сүртеміз. Крем жағамыз. Бұл маска бетке тонус береді. Май жылтырын тазалап, ылғалдандырады. Енді банан мен бал қосылған сұлы маскасын қарастырайық. Жарты бананды езіп, бір ас қасық балмен араластырамыз. Бір ас қасық сұлы қауызын ұнтақтап, барлығын қосамыз. Таза бет терісіне масса жасай отыра 15-20 минутке жағып қоямыз. Жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Ханымдар, маскаларды жақпас бұрын қолымыздың сыртқы бөлігіне жағып, аллергияға тексеріп алуды ұмытпаймыз. Бүгін құрғақ теріге күтім жасау жөнінде сөз қозғаймыз. Құрғақ тері негізінен дұрыс тамақтанбаудан, дәрумендердің жетіспеуінен және қан айналымының бұзылуынан, ал кей жағдайда тұқым қуалаушылықтан да болады. Яғни ата-анаңыздың бірінде құрғақ тері болса, ол сізге берілуі мүмкін. Теріңіз құрғақ болса, сұйықтықты көп ішіп, А және С дәрумендеріне бай азық-түліктерді көп тұтыныңыз. Арасында дәрігердің рұқсатымен А дәруменін қабылдауға да болады. Құрғақ тері иесіне көп жуынуға болмайды. Себебі әр жуынған сайын теріңіз құрғай береді. Құрамында спирті бар құралдарды мүлде қолданбаңыз. Құрғақ теріні жұмсартылған немесе бөлме температурасындағы сумен жуу керек. Су мен сүтті тең мөлшерде араластырып, осы қоспамен бетті сүртіп алып, дәрілендіретін крем жағыңыз. Үй жағдайында лосьондар жасап алуға да болады. Мұндай лосьондар жайлы келесі видеоларда айтатын боламыз. Құрғақ теріні тазалауда жұмсақ құралдарды қолданыңыз. Мусс немесе сүтшелер, гидрофилді майлар. Мицеллярлық суды майсыз болса қолданбағаныңыз жөн. Тоник қолданыңыз. Ол pH деңгейін сақтап, ылғалдандырады. Тониктен соң сары суды жағыңыз. Сары су гиалурон қышқылымен болса тіпті жақсы. Сары судан соң ғана крем жағыңыз. Енді құрғақ теріге арналған маскаларға тоқталсақ. Бірінші, тазалайтын масканы жасау үшін бір ас қасық ақсазға 2 ас қасық сүт және 5 мг бал қосып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Бетке 10-15 минутқа жағып, жуып болған соң ылғалдандыратын крем жағамыз. Келесі ылғалдандыратын маскаларды қарастырайық. Бір бананды езіп, бір шай қасық өсімдік майы және сарыуызбен араластырамыз. 15 минутқа жағып, салқындау сумен жуып, нәрлендіретін крем жағамыз. Масканың қалғанын қолдарыңызға жағыңыз. Банан құрамындағы Б дәрумені теріні жұмсартып, әжімдерді тартады. Сүзбе құрғақ тері үшін таптырмас өнім. Енді сүзбеден жасалатын масканы қарастырайық. 2 ас қасық жұмсақ сүзбені бір ас қасық сүтпен және бір шай қасық сұйық балмен араластырамыз. Бет терісіне 25 минутқа жағып, жылы сумен жуамыз. Аптасына 2 рет жасауға болады. Бұл маска құрғақ теріні терең ылғалдандырып, теріні жақсартады. Құрғақ терге алмадан жасалған маскада жақсы әсер етеді. Алманы тазалап, қабығынан аршып, үккіштен өткіземіз. Біраз қасық крахмалмен араластырып, бетке 20-25 минутқа жағып, салқын сумен жуамыз. Тағы да басқа маскалар туралы алдағы видеоларымызда айтатын боламыз. Сол үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Армысыздар сұлуларым, мінекей көптен күткен көктемде келді.
Бүгін көктемгі бет күтімі жөнінде айтатын боламыз, сондықтан арнамызға жазылып, соңына дейін көріңіздер. Көктем келіп, иммунитет әлсіреп, шаш пен тырнаққа және терімізге де әсер етеді. Көктемде бет терісі құрғап, өңін жоғалта бастайды. Сондықтан келесідей кеңестерге құлақ түріңіз. Таза ауада серуендеңіз, 8 сағаттық ұйқы режимін сақтаңыз. Жеміс-жидектер мен көкөністерді молырақ пайдаланыңыз. Ыстық ванна қабылдаңыз, немесе моншаға барыңыз. Бұл қыс бойы ағзада жиналған токсиндардан арылтады. Бет күтіміндегі ең бастысы бетті таңертең және кешке тазартып, күтім жасаңыз. Көктемде құбырдан келетін сумен жуынбаған жөн. Мейлінше қайнап суытылған сумен жуыңыз. Шөптер тұнбасымен жуынсаңыз да нұр үстіне нұр болар еді. Егер теріңіз майлы болса, шөптер тұнбасын мұзға тұратын ыдысқа салып, мұздатқышта қатырып алып, күнделікті бет жусаңыз, бет терісіндегі тесіктерді тарылтып, май бездерінің жұмысын ретке келтіреді. Майлы тері иесіне құрамында спирті аз құралдарды қолдану керек. Қыста пайдаланған майлы қорек беретін кремдерді бірте-бірте ылғалдандыратын кремдерге ауыстырамыз. Құрғақ тері көктемде одан әрі құрғап көмескіленеді. Сондықтан сұйықтықты көп ішіп, сапалы ылғалдандыратын крем жағамыз. Ылғалдандыратын маскаларды да ұмытпаймыз. Көктемнің жайма шуақ күндері бәрімізге ұнағанымен ультракүлгін сәулелер бет терімізге кері әсерін береді. Далада күн сәулесінде көп жүру бетті күйдіріп, құрғатып жіберуі мүмкін. Сондықтан сыртқа шығарда күннен қорғайтын кремді міндетті түрде жағуымыз керек. Күннен қорғайтын, яғни SPF кремді күнделікті 2,5 сағат сайын жаңартып жағып отыру керек. Сонымен қатар кремнің қаншалықты қорғай алатыны да маңызды. SPF 15 ультракүлгін сәулесінің 93-95%-ын бұғаттаса, SPF 30-97%-ын, ал SPF 50-98%-ын бұғаттайды. Көктемгі бет күтімінде үй жағдайында маска жасауда мына ережелерді сақтаңыз. Майлы теріге негізінен тазартқыш маскалар, ал құрғақ теріге нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар қолданған жақсы. Егде жастағы ханымдарға бет күтіміне қосымша жасартатын және тартатын маскаларды қосу керек. Мұндай маскаларға алдағы видеоларда жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Біз майлы бет терісіне арналған ылғалдандыратын және жасартатын маска жасаймыз. Ол үшін бізге жарты алма, бір ақуыз және бір шай қасық крахмал қажет. Жарты алманы майда үккіштен өткізіп, көпіршіп ұрылған ақуызбен араластырамыз. Алма дәрумендер көзі ретінде теріге өте жақсы әсер етеді. Ал крахмал әжімдерді тегістесе, ақуыз терінің тепе-теңдігін ұстап тұруға көмектеседі. Осы қоспаның үстіне енді бір шай қасық крахмалымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз. Таза бет терісіне жағып, 15 минут өткен соң алдымен жылы сумен, сосын салқын сумен жуамыз. Нәрлендіретін крем жағамыз. Бұл маска әжімдерді кетіріп, теріні ылғалдандырады, майлы жылтырдан тазартады. Алдағы уақытта арнамыздан көптеген басқа маскалар туралы көре аласыздар, сондықтан тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сәлем сұлуларым, бүгін біз үй жағдайында бет сүртуге арналған лосьон дайындап аламыз. Ол үшін апельсиннің немесе мандариннің қабығын тураймыз. Бізге ол ұнтақ болу керек, сол себепті ұсақтағышқа салып майдалап аламыз. Бұл ұсақталған қабықты 2 ас қасығын алып, термосқа саламыз. Оның үстіне қайнап тұрған ыстық судан стаканның 1/4 бөлігіндей етіп су құямыз және 2 сағатқа тұндырып қоямыз. Лосьонымыз тұнып тұра берсін. Енді біз артық қалған қабықтан маска жасайтын боламыз. Ол үшін 1 шай қасық қабықтың үстіне 1 шай қасық ысытылған сүт қосамыз. Бұл маска бетке өң беріп ағартады. Арнамыздағы басқа да маскаларды жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Екі сағат уақыт өткен соң қоспамыздың үстіне жарты стақан арақпен 1 шай қасық глицерин қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған лосьонды бос құтыға құйып, тоңазытқышта сақтап 1-2 айға дейін пайдалана беруге болады. Бұл лосьон беттегі макияжды жақсы кетіреді. Ерінбей жасап, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар. Сәлем сұлуларым, бүгін біз
жаз мезгіліндегі бет күтімі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Белсенді күн сәулесі, ыстық ауа, шаң тозаң, мұның бәрі жаз мезгіліндегі біздің теріміздің тез құрғауына, тері бездерінің майды әдеттегіден көп бөліп, тері тесіктерінің бітелуіне және қарадақтар мен әжімдердің пайда болуына тез әсер етеді. Сондықтан жаз мезгілінде де бет күтіміне ерекше көңіл бөлеміз. Әдеттегідей алдымен күніне 2 рет тазалаудан бастаймыз. Тазалаудың өзі 2 кезеңнен тұрады. Яғни бірінші гидрофильді майды жағып жуынып аламыз. Сонан соң барып көбікше немесе сүтшелермен жуынамыз. Егер бет терісі майлы болса, шөп тұнбаларынан жасалған, яғни чемедақ, жалбыз, шалфейден қайнатпаларымен жуынған дұрыс. Бетті жууда тыныштандыратын және нәрлендіретін мустар мен көбікшелерді пайдалану керек. Одан соң бетті тоникпен сүртеміз. Тоник теріде қалған кірді жақсы кетіреді. Теріні сергіту үшін шөп тұнбаларының немесе көк шайдан қатырылған мұз текшелерімен сүртуге болады. Келесі кезең тонер жағамыз. Тонер теріні нәрлендіріп ылғалдандырады. Содан соң сарысу, яғни сыворотка жаққан дұрыс. Сарысу сіңген соң ғана жеңіл текстуралы күндізгі крем жағу керек. Құрамында жеміс қышқылы бар кремдерді пайдаланбаған жөн. Өйткені ол күн сәулесіне сезімталдықты арттырады. Егер сыртқа шығатын болсаңыз, шығардан 20 минут бұрын міндетті түрде SPF крем, яғни күннен қорғайтын крем жағыңыз. Бұлттығын болғанның өзінде де жағып жүріңіз. Кей косметологтар SPF кремді 2 сағат сайын жағуды ұсынады. Ол үшін қазір ыңғайлы спрей түріндегі SPF-тер кең қолданыста. Тональды кремнің орнына жеңіл текстуралы CC немесе BB кремін пайдаланған дұрыс. Бет терісін күні бойы ылғалдылықта ұстап тұру үшін термальды судың көмегі мол. Аптасына 1 рет үй жағдайында пилинг жасап тұрыңыз. Пилинг теріні терең тазартады. Пилингтен соң міндетті түрде крем жағыңыз. Ыстық мезгілде теріңіз құрғамау үшін суды көп ішіп, балғын жеміс жидектерді молынан тұтыныңыз. Бұл теріге қажетті А, Б, С және Е дәрумендерін беріп, ерте қартаюдың алдын алады. Жаз мезгілінде ерніңізге де көңіл бөліп, далап орнына күннен қорғайтын бальзам жағыңыз. Көзді де ұмытпаған жөн. Көз айналасындағы тері нәзік те сезімтал. Сондықтан әжім түспес үшін күннен қорғайтын көзілдірік пен бас киім киіп жүріңіз. Жазда ашық киімді көп киетіндіктен мойын және төс аймағына да көңіл бөліңіз. Күннен қорғайтын крем жағып, кешке арнайы креммен массаж жасауды әдетке айналдырыңыз. Қосымша күтім ретінде үй жағдайында маскалар жасап тұруды ұмытпаймыз. Әртүрлі тері типіне арналған күтімдер мен маскалар жөнінде арнамыздан көре аласыздар. Сондықтан келіп алыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгін біз қиярдан жасалатын лосьон мен маскаларды қарастырамыз. Жазда бет терісін ылғалдандырудың ең тиімді маскасы қиярдан жасалады. Жаз айларында бет күтіміне жұмсақ тазартатын және ылғалдандыратын маскаларды қолдануымыз керек. Оның үстіне бұл мезгілде әртүрлі жеміс жидектер мен көкөністер қолымызда жеткілікті мөлшерде болады. Қиярдың 90% микроэлементтер мен дәрумендерге бай судан тұратындықтан, қиярдан жасалатын маскаларды күніге пайдалануға болады. Ең оңай маска салат жасау кезінде қиярдың қабығын тастаудан бұрын бетіңізге 10-15 минутқа қойып қойыңыз. Теріңізге балғындық сыйлап, майда әжімдерді тартады. Бетті ағартуда да қияр жақсы өнім. Майда үккіштен өткізіп, балмен араластырып, немесе бал орнына лимон сөлін қосуға да болады. Қоспаны бетіңізге жағып, 15 минуттан соң жуып тастайсыз. Енді беттегі майда бүртпелер үшін қияр лосьонын жасайық. Бір қиярды майда үккіштен өткізіп, стақанның немесе банканың жартысына дейін саламыз. Үстіне жарты стакан арақ құйып, 15 күнге қараңғы жерге қойып қоямыз. 15 күннен соң сүзіп алып, 1/1 мөлшерде сумен араластырамыз. Күніне таңертең және кешке сүртуге болады. Көп қолданбау керек, өйткені теріні құрғатып жібереді. Қияр көз айналасындағы қарайған ісінулерді де басады. Ол үшін салқындау қиярдың тілігін көзге 10-15 минутқа қойып қоямыз. Бұны күнделікті жасауға болады. Себебі қияр көз шаршауын басады. Әжімдердің пайда болуының алдын алады. Қияр суының құрамында көздің көруіне оң ықпал ететін тиамин, витамин 6, кальций және магний бар.
Құрғақ және сезімтал тері үшін қияр мен қаймақтан маска жасаймыз. Үккіштен өткізілген жарты қиярға бір ас қасық майлы қаймақты қосып жақсылап араластырамыз. Бетке 10-15 минутқа жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл масканы күн ара жасауға болады. Ал майлы тері үшін қияр мен жұмыртқадан маска жасаймыз. Бір қиярды майда үккіштен немесе блендермен қоймалжың масса болғанша еземіз. Содан соң сөлін сығып аламыз. Ақуызды сарыуыздан бөліп алып, көпіршігенше ұрамыз. Қияр сөлі мен ақуызды қосып араластырып, бет терісіне 15 минутқа жағып қоямыз да, уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаймыз. Қайырлы күн, қанымдар. Бүгін егде жастағы қанымдардың бет күтімі жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Жасыңыздың 50-ден асқаны сіздің қартайғандығыңызды білдірмейді. Өркениетті елдердің барлығында 55-60 жастан асқан әйелдер қызмет жасайды, саяхаттайды, бос уақыттарын белсенді өткізіп, өз-өзіне күтім жасайды. Неге олай жасамасқа? Ең бастысы дұрыс күтім жасай білу. Ол үшін келесідей қағидаларды басты назарда ұстаңыз. Сонда ғана әдемі қалпыңызды ұзағырақ сақтап қаласыз. Ең бірінші әдеттегідей күніне 2 рет тазалау құралдарымен мұқият жуыныңыз. Гелмен немесе муспен, көбікшемен жуынып болған соң, таңертең тоникпен не мұз текшелермен сергітеміз, ал кешке лосьонмен сүртеміз. Тоник лосьондарды үй жағдайында жасап алу жөнінде арнамыздағы арнайы видеолардан көре аласыздар. Сары суды бұрын қолдансаңыз тіпті жақсы, ал бұрын жақпаған болсаңыз міндетті түрде жағып бастаңыз. Келесі қағида: жас ұлғайған сайын көз айналасына ерекше көңіл бөліңіз. Көз айналасына арналған кремдерді массаж қозғалысымен қолданыңыз. Мойын және төс аймағына да үлкен мән беріңіз. Мойын терісі ешқашан майлы болмайды. Сондықтан мойын терісі үшін тек құрғақ теріге немесе мойынға арналған кремдер жағыңыз. 50 жастан кейін күндізгі және түнгі кремдерді міндетті түрде қолданыңыз. Себебі тәуліктің әр кезеңінде теріде әртүрлі қажеттіліктер болады. Мысалы, күндізгі кремде қорғайтын, ылғалдандыратын церамид болса, кешкі кремде ретинол болады, яғни нәрлендіреді. Келесі басты қағиданың бірі: сыртқы факторлардан мейлінше қорғаныңыз. Қыстағы аяз күндері су негізіндегі ылғалдандыратын кремді пайдаланбаған жөн. Себебі су төменгі температурада кристалданып, теріге зақым келеді. Ылғалдандыратын кремді кешке үй процедураларынан соң жағуға болады. Ал жаз мезгілінде күңгірттік беретін әсері жоқ кремді қолданыңыз. Күндіз бет терісін термальды сумен ылғалдандырып тұрыңыз. Біркелкі ашық тері түсі жасартып көрсетеді. Сондықтан BB крем жағып жүріңіз. Мұндай кремдер тері өңін тегістейді, тонусын жақсартады, қорғаныс бола алады. Тері қартаюының алдын алатын маңызды факторлардың бірі дұрыс тамақтану. Газдалған сусындар мен тұздалған тағамдар және қантты шектеу керек. Олардың орнына жемістер мен көкөністер және сүт өнімдерін мол тұтыныңыз. Белсенді активтендірілген қоспалар мен дәрумендер ішіңіз. Сондай-ақ алкоголь мен шылымды мүлде қолданбаңыз. Күнделікті жаттығулар жасауда қан айналымын жақсартып, бұлшықеттердің тонусын арттырады. Сонымен қатар массаж жасауда кез келген жаста үлкен нәтижеге жеткізеді. Массаж теріні кір мен токсиндерден тазартып, қан айналымын реттейді. Массаж арқылы бет контурын айшықтауға, әжімдерден құтылуға болады. Және ең соңғы қағида: үй жағдайында пилинг пен маскалар жасап тұру. Аптасына 3-4 рет қартаюға қарсы және нәрлендіретін маскалар жасап жүрсеңіз, бет терісі тартылып, өңін жақсартады. Енді осындай маскалардың бірнеше түрін қарастырайық. Егде жастағы тері үшін ең бастысы теріні тарту. Сондықтан желатиннен, крахмалмен және ақуыздан жасалатын маскалар тиімді. Бірінші желатиннен жасалатын масканы қарастырайық. 5 грамм желатин ұнтағына 30 мг минералды газсыз суды құйып, ісінгенше күтеміз. Содан соң су ваннасында ертіп 10 грамм сары май немесе өсімдік майын және 60 мг сүтті қосып араластырамыз. Бетке 20 минутқа жағып қоямыз. Желатиннен жасалған маскаларды бірден жууға болмайды. Алдымен бетті сәл уақытқа су ваннасында ұстаңыз. Желатин жібейді, сосын жуып тастаңыз. Теріні тартып лифтинг эффект беретін келесі маска жұмыртқаның ақуызы мен сұлы қауызынан жасалады. Ол үшін жұмыртқаның бір ақуызы мен ұнтақталған
бір ас қасық сұлы қауызы керек. Екеуін араластырып, таза бет терісіне қалыңдау етіп жағамыз. Толық сіңгенше ұстаймыз да, сәлден соң мицеллярлық суға немесе лосьонға малынған мақта дискісімен сүртіп тастаймыз. Келесі масканы крахмалдан жасаймыз. Крахмал да бетті қоректендіріп, әжімдерді тартады. Бірақ бетіңізде уақытша жаралар мен бүкпелер болса, крахмалдан жасалған масканы кейінге қалдыра тұрыңыз. Крахмалдан жасалатын маскаларды аптасына 2 рет 1-2 ай көлемінде жасасаңыз, жақсы нәтиже көресіз. Ботокс эффект беретін банан қосылған масканы жасау үшін 1 ас қасық банан езбесіне 1 ас қасық крахмал, 1 ас қасық қаймақ қосамыз. Әбден араластырып 15 минутқа жағып қоямыз. Бөлме температурасындағы сумен жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Егде жастағы сезімтал тері үшін крахмалдан дайындалған сумен бет жууға да болады. 1 ас қасық крахмалды 1 литр бөлме температурасындағы қайнаған суға араластырамыз. Бұл қоспамен бетті жуып болған соң таза сумен шайып тастайсыз. Әрдайым әдемі де сұлу болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сәлем сұлуларым, мінекей күз де келді. Ал күз нағыз пилинг жасайтын уақыт. Бүгін үй жағдайында беттерімізге пилинг жасау жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ал сіз арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Қымбат тұратын косметологиялық кабинеттерге бармай-ақ, беттеріңізді өлі жасушалардан тазартып, өңін жақсартқыңыз келсе, онда үй жағдайында қолда бар өнімдермен бет терісін ылғалдандырып, бір тегіс етіп рең береміз. Үнемі үзбей жасай отыра, қартаюдың алдын аласыз. Ұсақ әжімдерді тегістеп, тері салбырауын болдыртпайсыз. Пилингті аптасына 1-2 рет жасауға болады. Бірақ есте сақтаңыз, егер теріңіз сезімтал болса, және белгілі бір өнімдерге аллергияңыз бар болса, алдын ала қолға жағып тексеріп алыңыз. Енді бірнеше пилинг түрлерін қарастырайық. Бірінші жемістен жасалатын пилинг. Лимонды сығып, сөлін аламыз да, 1/1 мөлшерде таза сумен араластырып, бетімізге жағамыз. 5 минуттан соң жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Аптасына 2-3 рет жасауға болады. 2 айдан соң нәтиже көресіз. Келесі пилингте жемістен жасалады. Қышқыл алма мен құлпынайды 1/1 қатынаста езіп араластырамыз. Бет терісіне жаймен айналдыра отырып жағамыз. Содан соң жуып тастаймыз. Бұл пилинг жұқа әрі сезімтал тері үшін жасалады. Келесі пилинг аспирин таблеткасынан. 2 таблетка аспиринді езіп, 1 шай қасық сумен араластырамыз. 10 минутқа бетке жағып, жуып, ылғалдандыратын крем жағамыз. Бұл пилинг секпілдер мен қарадақтарды кетіреді, терінің өңін кіргізеді. Келесі пилинг түрі сүт өнімдерінен жасалады. Яғни қатық, айран немесе қаймақты 15 минутқа бетімізге жағып, жылы сумен жуып тастаймыз. Әжелеріміз жасаған сүт қышқылдарынан жасалатын мұндай маскалар өзектілігін жоймайды. 5-ші балдан жасалатын пилинг. Тұрып қалған бал болса тіпті жақсы. Бетке шеңбер қозғалысымен жайлап жағамызда 5 минуттан соң жуып тастаймыз. Крем жағамыз. Келесі майлы теріге арналған тұз пилингі. 1 шай қасық ас тұзы мен 1 шай қасық кремді араластырамыз. Қоспаны бетімізде 5 минут ұстаймыз. Жуып тастаймыз. Бұл пилинг майдың бөлінуін қалыпқа келтіреді. Тері тесіктерін құрғатады. Үй жағдайында пилингтен соң тері тесіктері кір мен шаңнан тазарып, жылтырай бастайды. Теріге ауа кіріп, ылғалданады. Жасарыңыздар, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Арнамызға тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі видеоны бет терісін ағартатын маскаларға арнаймыз. Ал сіздер арнамызға тіркеліп, лүпілдеріңізді басып қойыңыздар. Теріні ағартуда ең тиімді маскалардың құрамына лимон сөлі, ақ желкен, қияр, сәбіз және картоп шырындары, қышқыл сүт өнімдері, яғни айран, қатық, қаймақ және сүзбе қосып жасалады. Демек, құрамында А және С дәрумендері бар өнімдер жақсы ағартады. Енді осындай бірнеше масканы қарастырайық. Бірінші масканы сәбіз бен ақуыздан жасаймыз. Алдымен жұмыртқаның ақуызын сарыуызынан бөліп аламыз да, ақуызды көпіршітіп ұрамыз. Оған 2 ас қасық үккіштен өткізілген сәбізді араластырамыз. Және майлы нәрлендіретін крем қосамыз. Бұл маска кешенді әсер етеді. Сәбіз бет терісін ағартып, өң берсе, ақуыз кеңейген тері тесіктерін тартады.
Ал крем нәр береді. 15 минуттан соң жуып тастайсыз. Бетті ағартуда ақжелкен сөлі де ең керемет өнім. Ақжелкен жапырағын майдалап, ұнтақтап, үстіне 1 шай қасық бал қосамыз. Және 4-5 тамшы лимон сөлін тамызамыз. Шұқа етіп жағып, 10-15 минуттан соң жуып тастаймыз. Бұл балға аллергиясы жоқ жандарға арналады. Ал егер балға аллергия болса, бал орнына қаймақ қоссаңыз да болады. Келесі ағартатын маска сүзбеден жасалады. 2 ас қасық сүзбені езіп, 1 сарыуызбен және бірнеше тамшы сутегі асқын тотығымен жақсылап араластырамыз. Бір текті қоймалжың масса болуы керек. Бетке және мойынға жағып, 15-20 минуттан соң салқын сумен жуып тастаймыз. Теріні жақсы ағартады, жиі қолдануға болады. Құрғақ тері үшін бал мен лимон шырыны қосылған маскада жақсы нәтиже береді. Бал мен лимон сөлін 2:1 қатынаста, яғни 1 шай қасық балға жарты шай қасық лимон сөлін араластырамыз. Егер қолда бар болса, 1 ас қасық қаймақ немесе сұйық глицерин қосуға да болады. 15-20 минутқа жағып, уақыт өткен соң жуып тастаймыз. Келесі маска қиярдан жасалады. Балғын қиярдың жартысын үккіштен өткізіп, 1 ас қасық қаймақ немесе йогуртпен араластырамыз. 15-20 минутқа бетімізге жағып, уақыт өткен соң жуып тастаймыз. Қияр теріні ағартып тегістейді, балғындық береді. Бетімізді ағартуда крахмал мен лимон маскасы да бірнеше жасағаннан ақ нәтижесін бере бастайды. 1:1 қатынаста крахмал мен лимон сөлін араластырып, 20 минутқа жағып қоямыз. Жылы сумен жуамыз. Мінекей сұлуларым, бет терісін ағарту үшін бірнеше оңай жасалатын маскаларды қарастырдық. Ерінбей жасап, әдемі болып жүріңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін жұмыртқаның ақуызы қосылып жасалатын маскаларды қарастыратын боламыз. Ал сіздер лүпілдеріңізді басып, қазақ тілді контентін қолдап отырыңыздар. Жұмыртқа ақуызының теріге пайдасы ұшан теңіз. Біріншіден, коллаген өндірісіне қатысады. Яғни коллаген жақсы түзілу үшін ақуыз жеткілікті болуы керек. Ал коллаген терінің серпімділігін және беріктігін сақтайды. Әжімдердің пайда болуының алдын алады. Екіншіден, ақуыз терінің зақымданған жасушаларын қалпына келтіріп, жаңаруына көмектеседі. Келесі қасиеті терінің ылғалдылық деңгейін ұстап тұруға ықпал етеді. Бұл теріні жұмсақ және тегіс етеді. Төртінші қасиеті тері қабынуын азайтады. Безеулер мен басқа да қабынуларды басуға көмектеседі. Енді осы ақуыз қосылатын бірнеше оңай әрі жылдам жасалатын маскаларға тоқталайық. Бірінші, құрғақ тері үшін 1 ақуызды 1 ас қасық қаймақпен араластырып, 15 минутқа жағып, жылы сумен жуып тастайсыз. Екінші, майлы теріні құрғатып өң кіргізу үшін 1 ақуызға 1 шай қасық лимон сөлін қосып араластырамыз. Бет терісіне 10-15 минутқа жағып қойып, салқын сумен жуамыз. Келесі маска 1 ақуызға 1 шай қасық бал және 1 шай қасық ұн қосып жасалады. Бұл маска бет терісіне тонус береді және нәрлендіреді. 10 минутқа жағып, жылы сумен жуасыз. Бет терісін тазартып, серпімділік беретін келесі масканы 1 ақуызға 1 ас қасық манный жармасын қосып, жақсылап араластырамыз. Бет терісіне жағып, 15 минуттан соң салқын сумен жуамыз. Арнамызда бұдан да басқа ақуыз қосып жасалатын маскалар жетерлік. Қарап шықсаңыз болады. Келесі видеоларымызда сарыуыз қосып жасалатын маскаларды қарастыратын боламыз. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгін уәде етілгендей жұмыртқаның сарыуызы қосылып жасалатын маскаларға тоқталатын боламыз. Ал сіздер арнамызды қолдап, лүпілдеріңізді баса отырыңыздар. Сарыуыз теріге өте пайдалы, себебі оның құрамында теріні нәрлендіретін және ылғалдандыратын көптеген қоректік заттар бар. Мысалы, А, Б және Е дәрумендері теріні қорғайды және жасартады. Лецитин ылғалдылық береді және жұмсартады. Ал майлы қышқылдар терінің табиғи ылғалдылығын сақтауға көмектесіп, оны құрғаудан қорғайды. Сарыуыздан маскаларды қолдану теріні жұмсартып, серпімділігін арттыруға септігін тигізеді. Құрғақ тері үшін 1 сарыуызға 1 ас қасық бал және 1 шай қасық өсімдік майын қосып, жақсылап араластырамыз. Бетке 15-20 минутқа ұстап, жылы сумен жуамыз. Ал майлы тері үшін 1 сарыуызды 1 шай қасық лимон сөлімен араластырамыз. 15 минутқа жағып, жылы сумен жуып тастаймыз.
Жалпы нәрлендіретін маска жасау үшін бір сарыуызды бір ас қасық қаймақпен және бір шай қасық балмен араластырамыз. Бетке 15-20 минутқа жағып, жуып тастаймыз. Бұл маскаларды аптасына 1-2 рет қолдансаңыз болады. Терінің өңі жақсарады. Келесі ағартатын маска сарыуызға сүзбе қосып жасалады. Бір сарыуызға бір ас қасық сүзбемен бірнеше тамшы сутегі асқын тотығын қосып араластырамыз. Біртекті қоймалжың масса болуы керек. Бет және мойын терісіне жағып, 15-20 минуттан соң салқын сумен жуамыз. Ал аралас және қалыпты тері үшін бір сарыуызға бір ас қасық қаймақ және бір ас қасық ұнтақталған сұлы қауызын қосып жақсылап араластырамыз. Бет терісіне жағып 15-20 минуттан соң бөлме температурасындағы сумен жуып тастаймыз. Бұл маска ылғалдандырады және тазартады. Арнамызда алдағы уақытта ылғалдандыратын, нәрлендіретін, тазартатын, жасартатын маскалар туралы жеке-жеке тоқталатын боламыз. Сондықтан тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Назарларыңызға рахмет. Бүгін егде жастағы теріні тартып, ылғалдылық сыйлайтын крахмал қосылған банан маскасын жасаймыз. Картоп крахмалы тері тесіктерін тазартып, майлылығын азайтады. Қабынуға қарсы басқа да өнімдермен қосылып жасалған маска теріге өң береді. Ал бананда терінің ылғалдылық деңгейін қалпына келтіретін және теріні тегіс ететін А дәрумені мол. Піскен жарты бананды езіп, үстіне бір ас қасық картоп крахмалын және бір ас қасық қаймақ немесе қаймақ орнына зәйтүн майын қосып араластырамыз. Біртекті масса болған соң бетке жағып, 20 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Сәл уақыттан кейін крем жағуға да болады. Бұл маска бірден нәтиже береді. Сондықтан таңертең және кешке тұрақты түрде жасап жүрсеңіз, бет теріңіз жарқырап тартыла бастайды. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Бүгін қалуадан маска жасаймыз. Қалуаның құрамындағы өсімдік майлары ылғалдандырады және теріні қалпына келтіреді. Ал ақуыздар мен протеиндер қоректендіреді және тонус береді. Лецитин мықты антиоксидант, бет терісінің әр жасушасы үшін құрылыс материалы болып табылады. Витамин А тері сапасын көтереді. Б дәрумені тобы жазады және тартады. Е дәрумені жастық дәрумені. Фосфор, магний, кальций, цинк, жез, натрий, калий микроэлементтері де бар. Барлық тері үшін 2 ас қасық қалуаны 2 ас қасық сумен немесе сүтпен араластырамыз. Ал майлы тері үшін ақуызбен араластырамыз. Қоймалжың массаны 20 минутқа жағып қойып, алдымен жылы, сосын салқын сумен жуамыз. Бұл маска егде жастағы бет және мойын терісіне өте жақсы көмектеседі. Нәтиже көру үшін аптасына 1 рет 1 ай бойы жасаңыз. Сәттілік! Бет терісін ерекше ағартатын, нәрлендіретін және ылғалдандыратын маска жасаймыз. Ол үшін 2 ас қасық сүзбені езіп, бір сарыуызбен және бірнеше тамшы сутегі асқын тотығымен жақсылап араластырамыз. Маска құрамындағы сүзбе мен сутегі асқын тотығы бет терісін ағартса, сарыуыз құрамындағы лецитин ылғалдылық береді және жұмсартады. Майлы қышқылдар терінің табиғи ылғалдылығын сақтауға көмектесіп, оны құрғаудан қорғайды. Біртекті қоймалжың масса болуы керек. Бетке және мойын терісіне жағып, 15-20 минуттан соң салқын сумен жуамыз. Бұл масканы жиі қолдануға болады. Ерінбей жасап, әдемі де сұлу болып жүріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы кеш, ханымдар. Біздер әрдайым әдеміде жас көрінуді қалаймыз. Ал ол үшін теріге тек сырттай күтім жасау аздық етеді. Сонымен қатар тамақ рационында дұрыстауымыз керек. Бүгін осы тақырып жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Ал сіздер контентімізді қолдап, тіркеліп, пікір қалдырып отырыңыздар. Тері әдемілігін ұзағырақ сақтап қалу үшін косметологтар мына тағамдарды үнемі қолдануға кеңес береді. Бірінші, теңіз өнімдері және майлы балықтар. Омега қышқылының есебінен тері жағдайын жақсартады. Келесі, С дәруменіне бай азық-түліктер. Барлық цитрустар, болгар бұрышы, қызанақ және орам жапырақта антиоксидант болып табылатын С дәруменінің көзі десек болады. Сонымен қатар С дәрумені тамыр қабырғаларына әсер етіп, коллаген синтезін ынталандырады. Ал коллаген жетіспесе, тері әлсіреп құрғақ болады. Жасыл және қызғылт түстес көкөністер.
Бұл түстерде көкөністерде, яғни сәбіз, асқабақ, тері үшін өте қажет А дәрумені мол болады. А дәруменінің жетіспеушілігі терінің құрғауына, қабынулардың және еріннің айналасына шығатын жаралардың пайда болуына әкеледі. Келесі жаңғақтар. Антиоксидант болып табылатын Е дәрумені өте бай. Е дәрумені қартаю процесін тежейді, сондай-ақ ультракүлгін сәулелердің әсерінен қорғайды. Тұтас дәнді дақылдарда Б, Е дәрумендеріне және май қышқылдарына бай. Әсіресе зығыр тұқымында бұлардың бәрі бар. Зәйтүн майы тағаммен тұтынумен қатар үй жағдайында маскалар мен иіс майларға да қосылады. Себебі құрамында Е дәрумені өте мол. Сүзбе, селен және Е дәруменінің көзі болып табылады. Бұлар өз кезегінде тері қартаюының алдын алады. Ет және бауырдан жасалатын тағамдар А, Б дәрумендері, тиамин, фолий қышқылдарының көзі болып табылады. Әсіресе пипи дәруменін алу үшін міндетті түрде рационға қосыңыз. Мінекей сұлуларым, бүгінгі видеодан да біраз мәліметтер алдыңыздар деп ойлаймын. Әрдайым әдемі де сұлу болып жүріңіз. Қайырлы күн сұлуларым. Бүгінгі видеоны беттегі қарадақтар мен секпілдерді ағартатын маскаға арнаймыз. Ал сіздер контентімізді қолдап, лүпілдеріңізді баса отырыңыздар. Ол үшін 3 шай қасық сүзбеге 1 шай қасық лимон сөлін қосамыз. Оның үстіне 1 шай қасық бал және қаймақ қосып мұқият араластырамыз. Таза бет терісіне жағып 20 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл маска барлық тері типіне жасауға болады. Қарадақтар мен секпілдерді ағартып қана қоймай, теріні ылғалдандырады және нәрлендіреді. Арнамыздағы басқа да пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Менің байқағаным, бұл арнаны ер адамдар да қарайды екен. Сондықтан бүгінгі видеоны ерлер қауымының бет күтіміне арнаймын. Сәлеметсіздер ме? Мен бастайын, ал сіздер арнамызға тіркеліп, лүпіл пікір қалдырып отырыңыздар. Ер адамдар әсіресе біздің елде косметикалық құралдарды қолдануға көп уақыт кетеді. Олар көмектеспейді деген пікірмен еріншектік танытып жүре береді. Бұл мүлде қате пікір. Ер адамдарда терісіне күтім жасап жүруі керек. Ер адамның терісі де 4 типке бөлінеді. Бірінші қалыпты, яғни біркелкі тегіс серпінді болып келеді. Екінші құрғақ тері, кей тұстары қабыршақтанып, әсіресе суға барайында кейде қызарып кететін теріні айтады. Мұндай тері кей косметикалық құралдарға өте сезімтал болып келеді. Үшінші майлы тері, бөртпелер мен безеулерге дейін келетін жылтыр тері. Төртінші аралас тері, яғни маңдайдың төменгі бөлігі мен мұрын аймағы майлы, ал екі бет пен иек тұстары құрғақ не қалыпты болып келеді. Ерлердің басты тері күтіміне тазарту, ылғалдандыру және қорғану жатады. Әдеттегідей ең бірінші таңертең және кешке жылы сумен тазартқыш құралдарымен жуыну. Бірақ сабынның орнына pH теңдестірілген жұмсақ тазартқыш құралдарын қолдансаңыз тіпті жақсы. Егер теріңіз құрғақ болса, крем негізіндегі құралдарды, яғни сүтше, болмаса гель, ал майлы не аралас тері болса, көбікті тазартқыш пайдаланғаныңыз жөн. Жуынып болған соң ылғалдандыратын құрал қолданыңыз. Олар суды теріде ұстап тұрады, сондықтан тері серпінді болады. Қалыпты және құрғақ тері үшін құрамында гиалурон қышқылы және керамида бар ылғалдандыру құралдарын, ал майлы және аралас тері үшін салицил және гликоль қышқылдары бар құралдарды таңдаңыз. Спирт негізіндегі құралдардан аулақ болыңыз. Спирт теріні құрғатып, күйік тудырады. Әсіресе қырынудан кейін ылғалдандыратын крем қолданыңыз. Келесі қадам қорғану. Яғни қоршаған орта құбылыстарынан, ультракүлгін сәулелерден, желден, аяздан қорғайтын SPF крем жағу. Себебі бұлтты күннің өзінде ультракүлгін сәулелер қартаюды жеделдетеді. Қарадақтар мен әжімдерді тудырады. Тіпті күннен қорғайтын крем тері обырының алдын алады. Ал егер сіз бұл процедураларды бұрыннан жасайтын болсаңыз, және бұдан да жетілдірілген күтім қажет болса, келесі кеңестерге құлақ түріңіз. Таңертеңгі күтімге С дәрумені бар антиоксидантты сары суды қосыңыз. Бұл денеңізде болатын қартаюды жеделдететін заттардан қорғайды. Сары суды жуынғаннан кейін ылғалдандыратын құралдың алдында жағасыз. Күнделікті күтімге ретинол қосыңыз. Яғни құрамында ретинол бар крем пайдаланыңыз. Ретинол терінің жоғарғы қабатын қабыршақтандырып,
жаңартады және теріге серпімділік беретін коллагеннің өндірілуіне көмектеседі. Бірақ ретинолы бар кремді кешке қолданыңыз, себебі күндіз күнге сезімталдықты арттырып жібереді. Ал егер теріңіздің одан да жарқын да жас көрінуін қаласаңыз, үй жағдайында маскалар жасаңыз. Ол үшін оңай жасалатын бірнеше маскаларға тоқталайық. Бірінші, майлы тері үшін майлылықты азайтуға көмектесетін сұлы қауызынан маска жасаймыз. 2 ас қасық сұлы қауызын ұнтақтап езіп, үстіне 2 ас қасық қайнап тұрған ыстық су құясыз. Сұлы ісінгенше күтесіз. Суытып бетіңізге 15 минутқа жағып, жуып тастайсыз. Егер қоспаңыз сұйықтау болып шықса, сұлысын сүзіп аласыз. Маскалардан бөлек аптасына 1 рет пилинг жасап тұрсаңыз да болады. Арнамызда арнайы пилинг жасау туралы видео бар, қарап шығыңыз. Ал келесі маска сүт қосылған бал маскасы. Құрғақ тері үшін өте жақсы. Екеуін тең мөлшерде араластырып, мақта дискісінің көмегімен бетіңізге жағасыз. 15-20 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Келесі, кез келген косметикалық сазды сумен және алоэ сөлмен араластырасыз. Бетке жағып, толық сіңген соң барып жуып тастайсыз. Егер бетіңізде безеулер болса, онда ас содасы мен тұзға крахмал қосып маска жасаңыз. Ас содасы мен тұзды тең мөлшерде алып, одан сәл көбірек мөлшерде крахмал аласыз. Үшеуін жылы қайнаған сумен араластырасыз. Суды көп құймаңыз. Біркелкі қоймалжың масса болу керек. Бұл масканы тек безеу бар тұстарға ғана жағасыз. 15-20 минуттан соң балалар сабынымен, болмаса өзіңіз қолданатын жұмсақ жуу құралдарымен жуып тастаңыз. Қайта қабынулар болмас үшін аптасына 2 рет жасасаңыз болады. Осылайша үйде маска жасап, теріңізге қамқорлық көрсетіп жүретін болсаңыз, бір жағынан сымбатыңыз артып, екінші жағынан қымбат процедуралардан ақша үнемдейсіз. Баршаңызға сәттілік. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бет терісі өз қызметін толықтай орындау үшін оны нәрлендіріп тұруымыз қажет. Табиғи бет маскаларын нәрлендіретін, ылғалдандыратын, тазартатын және жасартатын деп бөлу өте орынды. Өйткені маскалардың құрамындағы қоспалар әртүрлі әсер етеді. Сәлем сұлуларым. Бүгінгі видеода біз бет терімізге қорек беріп, нәрлендіретін маскаларды қарастырамыз. Ал сіздерден қолдауларыңыз бен лүпілдеріңізді күтеміз. Ең бірінші, барлық тері типіне жасауға болатын масканы қарастырайық. Құрғақ және қалыпты тері үшін 1 ас қасық балмен 1 ас қасық қою қаймақты араластырып, таза бетке 15-20 минутқа жағамыз. Жуып ылғалдандыратын крем жағамыз. Ал майлы және аралас тері үшін бұл маскаға майлылығы аз қаймақпен 1 шай қасық лимон сөлін қосып жасауға болады. Бұл маска нәрлендіреді, ылғалдандырады, майда әжімдерді жазып, өң береді. Қалыпты тері үшін жүзімнен де нәрлендіретін маска жасауға болады. 6-7 түйір жүзім жемісін сүйек пен қабығынан тазартып, 1 ас қасық қаймақпен араластырамыз. Бетімізде 20-30 минут ұстап, жылы сумен жуамыз. Келесі маска 1 ас қасық қатықты 1 шай қасық балмен және 1 шай қасық ұнтақталған сұлы қауызмен араластырып, 20 минутке таза бетке жағып қоямыз. Бұл нәрлендіретін маска құрғақ терінің қабыршақтануын басып, жұмсақтық береді. Бет терісін нәрлендіруде банан өте пайдалы. Оның құрамында қышқылдар мен дәрумендер теріге қорек беріп, серпімдетеді. Енді осы бананнан маска жасаймыз. Жақсы піскен бананның жартысын шаншқымен езіп, 1 шай қасық балмен және 25 грамм йогуртпен араластырамыз. Дайын қоспаны бетімізге жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Бірақ бетіңізді сүртпеңіз. Суды бетіңізге сіңдіріңіз. Мінекей сұлуларым, бүгін бірнеше нәрлендіретін маскаларды қарастырдық. Алдағы уақытта ылғалдандыратын, тазартатын және жасартатын маскаларға тоқталамыз. Отшелушивание, яғни теріні қабыршақтандыру, бұл жасушалардың тұрақты жаңаруы үшін қажетті негізгі процедура. Үйдегі ең оңай және тиімді әдісі жылы ванна қабылдап, скраб қолдану. Терімізге скраб қолданарда массаж сызықтармен, жұмсақ қозғалыстармен теріні өлі бөлшектерден тазартамыз. Сәлем сұлуларым. Бүгін үй жағдайында скрабтар жасаймыз. Ал сіздер арнамызды қолдап, лүпілдеріңізді баса отырыңыздар.
Скраб таңдағанда өз тері типіңізге сай келетініне көз жеткізіңіз. Болмаса үй жағдайында өзіңіз жасап пайдалансаңыз, дүкен сөрелеріндегі скрабтардан кем түспейді. Дене терісі үшін ірі бөлшектері бар скрабтар жағылса, бет терісі үшін скраб құрамы майда бөлшектерден болуы керек. Әсіресе сезімтал және құрғақ тері үшін ұнтақталған сұлы үлпектерін қолданған дұрыс. Өте қарапайым әдісі, алақанға ұнтақталған сұлы жармасын салып, паста тәріздес масса болу үшін кішкене сумен араластырамыз. Беттерімізге жағып, шеңбер қозғалыстармен массаж жасаймыз. Құрғақ тері үшін сүт және пирожизм қышқылы бар жұмсақ түйіршіктері бар скрабтар, ал майлы тері үшін салицил және гликоль қышқылдары бар скрабтар қолданамыз. Тазартудан кейін нәрлендіретін немесе ылғалдандыратын крем не маска жасаймыз. Үй жағдайында мынандай скрабтар қолдансаңыз болады. Барлық тері типіне жасауға болатын бал мен сұлы скрабын жасайық. 1 ас қасық балды, 2 ас қасық ұнтақталған сұлы қауызмен араластырамыз. Дайын қоспаны бет терісіне масса жасай отыра 20 минутқа жағамыз. Содан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Акне мен қатқылданған тері бөліктерін тазартып, жұмсартатын скраб жасау үшін 1 ас қасық тіс пастасына 1 шай қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз. Таза бетке шеңбер қозғалыстарымен жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Ал бетінде қара дақтар бар қанымдар үшін өте жақсы скраб ұнтақталған сұлы қауызына 1 ас қасық қатықпен 2-3 тамшы лимон сөлін қосып жасаймыз. Қоспаны бетімізге 10 минутқа жағамыз. Лимон мен қатық дақтарды ағартса, сұлы тазартады. Жылы сумен жуамыз. Ханымдар, осылайша өз тері типіңізге келетін скрабты аптасына 1 немесе 2 рет жасай отыра, бетіңізді тазартып, теріні демалдыра аласыз. Жасаңыздар, жасарыңыздар, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Қайырлы күн сұлуларым, күзде келіп, піскен жеміс жидектердің қоры молая түсуде. Ал сіздің беттеріңіз қоршаған орта әсерінен шаршаңқы көрініп, серпімділігін жоғалтса, онда жүзімнен маскалар жасаңыз. Бүгін жүзімнен ылғалдандыратын, нәрлендіретін және тазартатын маскаларды қарастырамыз. Ал сіз арнамызға жазылып, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыз. Жүзімнің құрамындағы А дәрумені теріні жасартса, С дәрумені тері қабынуының алдын алады, серпімділік береді. Биотин зат алмасуды қалыпқа келтірсе, калий элементі теріні ылғалдандырады. Бірінші құрғақ теріге арналған нәрлендіретін және әжімдерді жазатын маска жасау үшін жүзім мен сүзбені бірдей мөлшерде алып, езіп, жақсылап араластырамыз. Бет терісіне 15 минутқа жағып, бөлме температурасындағы сумен жуамыз. Майлы тері үшін бірнеше түйір жүзімді езіп, үстіне 1 ас қасық ұн немесе крахмал қосып, әбден араластырамыз. Бет терісіне 20 минутқа жағып, содан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Егер беттеріңіз күнге қатты күйген болса, жүзім мен балдан маска жасаңыз. 1 ас қасық езілген ақ жүзімді 1 шай қасық балмен араластырып, 15 минутқа жағып қоямыз. Маска жасауға уақытыңыз болмай жатырса, жүзімді жартысынан бөліп, бөліктермен 2 бетіңізді сүртіңіз. Жүзім сөлі теріге өң береді, жаңартады. 30 минуттан соң жылы сумен шайып тастаңыз. Теріні терең тазартып, серпімділігін арттыру үшін 1 ас қасық езілген жүзімді 1 шай қасық ұнмен және жарты шай қасық ас содасымен араластырамыз. Бет терісіне 10-15 минутқа шеңбер жасай отырып жағамыз. Содан соң жылы сумен жуып тастап, нәрлендіретін крем жағамыз. Қыс мезгіліндегі тері күтіміне арнаймыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, тіркеле отырыңыздар. Қыс мезгілінде терімізге ерекше көңіл бөлуіміз керек. Даладағы аяз бен ғимараттардағы ыстық ауа, яғни температураның жылдам ауысуы, әсіресе бет терісіне бірден әсер етіп, құрғатып жібереді. Сол себепті үнемі ылғалдандырып отыруымыз қажет. Негізгі күтім тазалау, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Алайда қыста нәрлендіруді де ұмытпауымыз керек. Яғни құрамында майлар бар, нәрлендіретін иіс майлар жағып, үй жағдайында нәрлендіретін маскалар жасаңыз. Тазарту құралдары өте жұмсақ болғаны дұрыс. Яғни құрамында гиалурон қышқылы, пантенол және церамидтер бар құралдарды пайдаланыңыз. Ал гидрогельдер мен құрамында спирті бар тониктерді көктемге дейін ұмыта тұрыңыз.
Ал ылғалдандыру құралдарын таңдарда өз тері типіңізге мән беріңіз. Майлы және аралас теріге жеңіл тоник немесе гельдер, қалыпты теріге ылғалдандыратын лосьон, ал құрғақ тері үшін терең ылғалдандыратын крем пайдаланған жөн. Бұл ылғалдандырғыштардың құрамында гиалурон қышқылы, алоэ сөлі, глицерин, сквален және амин қышқылдары болғаны дұрыс. Қыста күн сәулесі аз түскенімен де қарға шағылысқан ультракүлгін сәулесі жаздағыдан кем әсер етпейді. Сондықтан қорғаныс кремі міндетті түрде жағып жүріңіз. Теріге қосымша қоректендіріп, құрамында С, Е дәрумендері бар иісмайлар қолданыңыз. Ескерте кету керек, кремдерді сыртқа шығардан 1 сағат бұрын жағыңыз. Аптасына 2-3 рет үй жағдайында нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар жасаңыз. Арнамызда әр тері типіне арналған маскалар жөнінде видеоларды қарап шығуға кеңес береміз. Қыс мезгілінде тері саулығын сақтап қалу үшін жуыну ережелерінде қатаң сақтаңыз. Ванна немесе душ қабылдағанда өте жиі және ұзақ түсуден аулақ болыңыз. Су 35 градус Цельсийден жоғары болмағаны жөн. Себебі ыстық су терідегі керекті май мөлшерін азайтады. Ал май мөлшері азайса, терінің қорғану қабілеті төмендеп кетеді. Ваннаны аптасына 2 реттен артық қабылдамаңыз. Көбікті ваннадан гөрі майлы ванна қабылдаған жөн. Бұл әсіресе құрғақ теріге өте пайдалы. Жуынып болған соң ылғалдандыратын лосьондар пайдаланыңыз. Ылғалдандыратын құралдарды күнделікті жеткілікті мөлшерде қолданыңыз. Қыс мезгілінде кез келген тері құрғайды. Сондықтан әркім өз тері типіне арналған ылғалдандырғыштарды қолдануы керек. Ылғалдандыратын иісмайлардың құрамында өсімдік майлары, яғни арган мен линол қышқылы және ши майы бар болғаны өте жақсы. Ылғалдандыратын лосьондарды денеге түгел жағып шығыңыз. Әсіресе құрғақтыққа бейім келетін аяқ, табан және шынтақтарды ұмытпаңыз. Суық ауа райы тікелей әсер ететін бет пен қолдар ерекше күтімді қажет етеді. Қатты суықтан қолдарыңыз жарылып кетпеу үшін үнемі ылғалдандыратын және қорек беретін иісмайлар жағып, қолғап киіп жүріңіз. Қыста ерінді де ұмытпаған жөн. Ерінге күтім жасау үшін құрамында липидтер, балауыз немесе ерінге арналған иісмайлары бар арнайы ерін далабын пайдаланыңыз. Мойын мен декольте аймағына да мән беріңіз. Күнделікті ылғалдандыратын иісмай жағып, массаж жасап қойыңыз. Өте қалың тоқылған шарфтар мен тоқымаларды теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан олардан аулақ болыңыз. Тері әдемілігін сақтап қалу дұрыс тамақтануға да байланысты. Суды көп ішіп, майлы қышқылдарға бай өнімдерді, яғни жаңғақтар, авокадо, зәйтүн майын молынан тұтыныңыз. Мінекей сұлуларым, осы кеңестерді ескеріп, жасап жүрсеңіз, тері сұлулығын сақтап әрдайым әдемі боласыздар. Ылғалдандыру тері күтіміндегі ең басты процедуралардың бірі болып табылады. Құрғақ терімен қатар аралас майлы терілерді ылғалдандырып жүруіміз қажет. Сәлем сұлуларым, бүгінгі видеомызды дәл қазіргі кезде, яғни қыс мезгілінде терімізге ең қажет болып табылатын ылғалдандыру маскаларын қарастырамыз. Ал сіздер әдеттегідей контентімізді қолдап, тіркеліп, лүпіл қалдыра отырыңыздар. Тері ылғалдылығын сақтау үшін арнайы иісмайлар мен гельдерді қолданып жүріңіз. Құрамында гиалурон қышқылы, глицерин немесе сүт қышқылы бар өнімдер өте жақсы нәтиже береді. Күніне кем дегенде 8 стакан су ішіп жүріңіз. Сондай-ақ арган, шие майы, лаванда майы секілді табиғи майларда терінің ылғалдылығын сақтап, жұмсақтық береді. Бетті жуған соң тері қалмай тұрып, ылғалдандырғыштарды қолданамыз. Бұл ылғалдың теріде сақталуына көмектеседі және аптасына 1-2 рет ылғалдандыратын маскаларды пайдалану теріні тереңнен ылғалдандырып, жаңа клеткалардың пайда болуына ықпал етеді. Енді осындай маскалардың бірнешеуін қарастырайық. Бал мен сарыуыз маскасы. 1 сарыуызбен 1 шай қасық бал және 1 шай қасық балғын қаймақты немесе өсімдік майын да араластыруға болады. Жақсылап араластырамыз. Дайын қоспаны бетке 15-20 минутқа жағып, салқын сумен жуып тастаймыз. Ал құрғақ тері үшін 1 картопты асып, езіп аламыз да, біраз қасық майлы қаймақпен араластырамыз. Бетімізге жағып, 10-15 минуттан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Үй жағдайында алоэ да жақсы көмектеседі. Ол үшін біраз қасық алоэ вера гелін, біраз қасық сүзбемен және 1 шай қасық балмен жақсылап араластырамыз.
Таза бетке 15 минутқа жағып, салқын сумен жуамыз. Бұл маска коллагеннің түзілуін тездетеді, акнені азайтып, теріні жақсартады. Алоэ гелін ақуызбен қосып маска жасауға да болады. Бір ақуызды бір шай қасық гелмен араластырып, 10 минутқа жағып қоямыз. Алоэ гелі теріні тыныштандырады және ылғалдандырады. Ақуыз артық майларды алады. Сондықтан майлы теріге өте қолайлы маска болып табылады. Келесі көк шайдан жасалатын маскада жақсы ылғалдандырады. Бір ас қасық көк шайға бір шай қасық минералды суды тамшылатып құйып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Көзбен ерін айналасынан алшақтау етіп жағып қоямыз. 15-20 минуттан соң жуып, тоникпен сүртеміз. Бұл маска бетке тонус беріп, май жылтырын алады. Мінеки сұлуларым, бүгін бет терісін жақсы ылғалдандыратын бірнеше масканы қарастырдық. Арнамызда бұдан да басқа ылғалдандыратын маскаларға жеке-жеке видеоларымыз бар, қарап шығыңыз. Және алдағы уақытта жасартатын, тазартатын маскаларды да қарастырамыз. Сол үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет.